Грек жаңғағының денсаулығыңызды нығайтып, сауықтыратын қасиетін білесіз бе? Америкалық ғалымдардың зерттеуінше, бұл жаңғақ ми жұмысын жақсартып, ойлау қабілетін дамытады. Әлемде 40 шақты, елімізде 2 түрі кездеседі. Назарыңызға жаңғақтың тағы біз біле бермейтін пайдалы қасиеттерін ұсынамыз. Грек жаңғағы келесі қоректік заттарға бай. Витаминдер: А, В1, В2, В6, С, К, никотин қышқылы. Минералдар: кальций, калий, магний, цинк, феррум, натрий. Май қышқылдары: омега-3, омега-6. Ақуыз мөлшері 17%. Жаңғақтың күнделікті жеудің пайдасы: біріншіден, жүрек қан тамыр ауруларынан сақтайды. Құрамындағы омега-3 ағзадағы холестерин мөлшерін реттеп, инфаркт, инсульт, артериалды гипертензияның алдын алады. Екіншіден, иммунитетті күшейтеді. Үшіншіден, жаңғақтағы полифенол антиоксиданттық қасиетке ие. Ол қатерлі ісіктерді, вирус пен бактерияларды жояды. Төртіншіден, ас қорыту жүйесін жақсартады. Шектегі пайдалы микробиотаны көбейтеді. Бұл бактериялар патогенді ағзаларды жойып, микроэлементтер мен витаминдердің сіңуіне септігін тигізеді. Бесіншіден, гормональды фонды қалпына келтіреді. Грек жаңғағы йодқа бай. Йод қалқанша без гормондарының синтезіне қатысады. Өз кезегінде тироксин және тиридатарин ағзаның барлық жүйелерін реттейді. Алтыншыдан, құрамындағы фитостероген сүт безі қатерлі ісігінің алдын алады. Жетіншіден, сондай-ақ жаңғақта көп мөлшерде белок болады. Ол бала ағзасының өсуіне септігін тигізіп, есте сақтау қабілетін арттырады. Грек жаңғағы кімге зиян? Ми тамырлары бас ауыратындарға 25 дана жаңғақтан артық жеуге болмайды. Жалпы, диетолог мамандар күніне 100 граммнан артық жемеуге кеңес береді. Аллергиясы барларға да грек жаңғағы қауіпті екенін білгеніңіз жөн. Ағашының биіктігі 30-35 метр. 3 жылдан артық жасайды. Жапырақтары тілімделген қатарланып орналасқан. Хош иісті. Жапырағынан, гүлінен бояу, алкалоид дәрумендер алынады. Сондай-ақ, жапырағымен балалардың бұлақ рахит ауруын емдеуге болады. 5 грамм талқандалған жапырақты 1 стакан суға қайнатып, күніне 3 рет ішеді.